Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен Майра, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында лимонад дайындайтын боламыз. Менде осы туралған, қыста қатырылған апельсин, лайм және лимон қалып қойып еді. Осыдан қазір лимонад жасауды көрсетемін. Ең бірінші біз ішінде дәнегінен тазартылған апельсинімізді, лимонымызды және лаймымызды блендермен езіп аламыз. Егер блендер болмаса қолдарыңызда, онда ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар болады. Міне осындай болады. Үстіне су құямыз. Суымыз 3 литр немесе 3,5 литр су. Мендегі бұл жерде керек заттың бәрін осы видеоның астына тізіп жазып қоямын. Суымызды құйғаннан кейін қантымызды саламыз. Қантымыз өзіңіздің дәміне қарай саласыздар. Егер де қатты тәтті болып кетсе, еш нәрсе етпейді. Үстіне тағы таза суық суды құйсаңыздар болады. Міне енді қантымыз ерігеннен кейін осылай ситадан өткізіп аламыз. Кувшындарға құйып, салқындатып ішесіздер. Ішіне лимон кесіндісін және мята жапырағын салып қойсаңыздар болады. Қонақ күткен кезде өте дәмді сусынның бірі деп айтуға болады. Астарыңыз дәмді болсын, осыны жасап қонақтарыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Шөлдеріңіз қанып жүрсін. Сау болыңыздар.